Halkımız Qo'shto'yda qo'shar жасап, Алтын мектептің міне бүгін аясында деп, міне 71 жылға бітірген жас жеткіншектер келіп отыр. Соларды күтіп алайық. Хан орындарыңызда отырып, ду қосыңдар қосын, келіңдер жастар. Рахмет жастар. Шарттасын, арамыздан қана ду қосыңдар қосын, келіңдер жастар. Assalamualaikum qadrmenli ағайын, qadrli ustozlar. Mine bugun Telqo'ziq o'rtalig'ida bas bosib minekey bitiruvchi 10 yil bitirib o'tgan mana shogirdlarimiz және 71 жылға 10 жылда оралып o'tgan mana inilerimizden birge bas bosib o'tirmiz. Mine to'ylarınız qutlu bo'lsin, to'yga olasın. Endi o'sha kechda aшу үшін сөзді мектеп ағасы Нәміртайға береміз. Өмірдің бірге тартар ауырларын қуанам көріп сізде қауым барын. Бүгінгі кешімізге қош келдіңіз, аманбысың ағайын туыс бауырларым деп. Мінекей көпшілікпен бірге құшақ жайып сіздерді қарсы алып отырған мектеп ағасы Нәміртайға келіңіз отырып. Hürmetli qalaiq, mine ауызша да айтсам болады ғой. Бұл бір дәкілат емес, құттықтау сөз екен. Дегенмен жастың ұлғайғанына қарап, бір айтқан сөзімді екінші айта алмай ұмытып қалатыным бар. Сол үшін қағазға қарағаныма кешірім сұраймын. Hürmetli қуаныш, шаттық кешке жиналғандар. Міне біздің тілімізде тарыдай болып кіріп деген сөз бар. Сол тары бұдан 11 жыл бұрын мектеп табалдырығынан тарыдай болып кіріп, кішкентай бүлдіршіндер осы бүлдіршіндерге әуелі әріп, әріптен сөзге өтіп, сөзден сөйлемге өтіп үйреткен, сипырдан ханды жазып үйреткен. Әріппені әріптен оқытып, ана тілді бұндап оқытып, әдебиетті жүргізіп оқытып, математика, физика, химия, биология, тарих, тағы басқа пәндер бойынша білім жолына салуда инемен құдық қазғандай әрекет жасап, бойындағы барлық күш қуатын, мейірін төгіп, тарыны таудай етіп шығаруда өз еңбегін аямаған ұстаздар, бүгінгі күндей қуанышты күндеріңіз болмаса көпте. Құрметті ұстаздар қауымы, осы қуанышты күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Міне мектебімізді бітіріп жатқан шәкірттер бір тәтті қиялдың шырын армандарының бірі орындалып жатыр. Өмір жолына аттанғалы жатыр екенсіңдер. Бұл өмір жолының талай биік асулары алдыңда. Сол асудан тұяқтарың қағылмасын, қанаттарың қайырылмасын деп тілек білдіремін. Мына отырған осы шәкірттердің ата-аналары
Балаларыңыздың ретті және біреуін орындап, балаларыңыздың қуанышына бөленіп отыр екенсіздер. Сіздердің де қуаныштарыңызға қуаныш қосылып, жалғаса беруіне тілектестігімізді білдіреміз. Мына жақта отырған, бұдан 10 жыл бұрын мектебіміз табалдырығынан осындай болып өмір жолына аттандырған ауыл азаматтары отыр. Сол азаматтар мұғалімдердің көз алдында әлі оқушы, әлі бала күйінде тұр. Міне біздерге деген әлі оқушылығын, әлі балалығын есіне алып, құрметті ұстаздарын мектебін есіне алып, 10 жылдықты өткіземіз деп келіп отыр. Бұлар өмір жолының бірнеше асуларынан асып, өмір жолының сынақтарынан сүрінбей өтіп, келе жатқандарына осы отырған халық қуа. Бұлар да мына іні қарындастарының қуанышына өз қуаныштарын қосқалы қатысып отыр. Екен қуаныштарына қуаныш қосылып, жүздеріне қуаныш күлкісі арылмасын деп демекшіміз. Жалпы жиналғандар, қуаныштарыңыз қуанышқа жалғаса беруіне тілектестік білдіреміз. Атыңыз ауылыңызға болған мәлім, ағалық көңіл аулар сөздеріңмен жастары ауылымыздың алсын таным. Рахмет Мамыт аға, жастарымыз тек болсын, деніңіз сау болсын, бақытты болыңыз. Енді құттықтау сөзді мына бітіруші 11-ші кластан Тұрғанова 15 және мына 10 жылда оралып отқан жастарымыз күмісті шақырамыз. Келіңдерсіңдер. Сіз арқылы қиындық жеңілдеді, үлкен тұлға тіреуіш өмірдегі. Бүгінгі мерекеде алғыс айтып, жыр арнаймыз біз сізге көңілдегі. Ұстаз деген ардақ есім әніміз, ұстаз білім біздің сәніміз. Біздер үшін білім берген ұстазға қарыздарымыз бір өмірлік бәріміз. Құрметті Алтыныя мектебіміздің қабырғасында отырған барлық қауым. Мінекей бүгін біздің мектебімізде үлкен қуаныш. Әрине бұл қуаныштың себепшілері болған біз осы Бердағ атындағы мектептің жас түлектері және де апаларымыз, ата-аналарымыз. Мінекей бұндай бақытқа осы күнге жетіп отырған екеміз. Әрине барлығыңызға осындай күндерге жете берулеріңізге және де ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Біз осы мектептің ақыр соңғы рет табалдырығынан қадам тастамақшы екенбіз. Осы отырған барлық достарыма ұзақ өмір, зор денсаулық, қажымас бақыт және де оқуда алда, еңбекте оқуда озат болуға тілектеспіз. Құрметті ұстаздар және ата-аналар, қымбатты достарым және мынау бітіруші жеткіншектер. Міне бүгінгі қуанышты кештерімен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Нұр құйған бөбектердің зердесіне, білімнің сусындадым теңізіне, шәкіртпін насыр салған жердесіне, нәр алып ұстаздардың әлемінен. Ақ көңіл ұстаздарым адал ниет, жандарың жайсаң жаның, қайда да шәкірттерім болар сүйеп, қиындық басқа түссе қасымдасың. Думандатып өткізген дүрмекпенен, қоңырау үндерін сағыныппыз он көктем. Бала күнді еске алып келдік досым.
табысуға мектеппен, қуанышты күндеріңмен толғанам. Бүгін біздің ортамызда толғабан, білім алып қоштасуға тұрсыңдар, қолдарыңда өмір алған жолдарың деп бүгінгі кешті не алуға Әлидір ағайымызды ортаға шақырып, құттықтау сөзін не алуды сұраймыз. Құрметті кешке жиналған қадірмен қонақтар. Ертедегі адамдардың және ұланалардың да сөз көп қой. Екі тойың қабат болсын, екі дүнияң абат болсын деп. Міне бүгін біз осы екі тойдың куәсі болып отырмыз. Бірінші, біздің мектебімізді бітіріп отырған жас түлектерге және өмір жолына қадам басқан жастарға қадамдарың құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын деп тілек білдіреміз. Екінші, міне осы мектепті бітіріп 10 жыл дегенде айналып және өзінің алтын ұяларына келіп дастархандай өз халқына, өз оқытушыларына, өз ұстаздарына қызмет қылып отырған шәкірттеріміз олардың да өмір жастары ұзақ болсын, ет тілесе тілегіне кете берсін. Мұндай нәрсе бұрын соңды көрмегеніміздің орталығымызда енді бірінші мәрте бұл балдар ашып отыр, аты тойғыласа берсін, өмір жастары ұзақ болып, не тілесе тілегіне кете берсін. Міне арадан 20 жыл уақыт өтіпті. Осы мектепке қабыл болғандарына да 20 жылдың ішінде адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды деген сөз бар. Міне бұларда адам болып, азамат болып, өз елінің, халқының аяулы жандары болып, жоғарғы оқу орындарын және өзіне лайықты кәсіптерді иелеген жастардың бірі болып отыр. Сондықтан бұл менің шәкірттерімнің барлығы өз өмірлерін тапқан және өз бір отбасының қызметкері болып отыр. Міне меніңше ойлаймын, мұнан артық қуаныш, мұнан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Сау саламат болыңыздар, Жамбылдың жасын берсін, Абайдың басын берсін, денсаулықтарыңызды тілейміз. Рахмет, Әлидір аға. Тілегіңізді қабыл аламыз. Мынау оқытқан жастарыңыз өзіңіздей азамат болып жетіле берсін. Енді құрметті жолдастар, мінекей, мына екі жақтан да мінекей, не дейміз, қазақша видеосы, бейнетаспада мына Набайдан келген ағамыз Ілхам. Одан кейін мына Шөлкөлдік ініміз Мыңбай деген жігіт ауылдың күйеуі. Мына ансамбльде ініміз Ертай, барлықтарыңыз таныс. Осы кісілермен біргелікте өткереміз. Енді қазір бір музыка болады. Музыкадан кейін және кешімізді программамен жалғастыра береміз. Кешек ансамбльге. Thank you.
Енді сөзін жалғастыра береміз. Ендігі сөздің кезегін ауылымыздың ақсақалы, ауыл ағасы Шарапат ағамды орталыққа шақырамыз. Ауылдың ақсақалы, жүзі жарқын, тілейсің атқан таңның, атқанын ағарып әрбір таңның, құрметпенен сөз кезегін біз береміз, қол соғып қарсы алады жастар бүгін. Кәне жастар. Мінекей бүгін Теріқұдықтың басындағы барлық адамдардың істеп атқан той, думан, тамаша, ойын, күлкі барлықтарыңызға да міне 11 жылдықты бітіріп атқан балдар, келешекте қадамдарың қайырлы болсын. Енді барлықтарында оқуды бітіріп, қожалықтың үйдің жұмыстарына аттанасыңдар, талаптарың оң болсын. Мінекей, және де осы мектепті бітіріп, 10 жыл оқып, кеткеніне 10 жыл болған балдарға, міне бұлар
dünyada ne görüşürüz görüşmeyin. Sondayak bu baldarının da gelecekte talabı bol olsun. Balaşağaları yaxşı, prezidentleri şurada dünyada osunday bolup şeyler katarlı olup aldığı azamattın biri bolup olsun. Ay, geldi mine işleyip oturgan, ya sırtdağı oturgan ağayınlar. Ortamızdaki bugün bir bolup atkan yaxşı merekeli bir tırıştındayıq da. O bir tırış otursanlar kaydıydı. O bizim halkımız niye bundaymış sıra bir? Adam dediğinde bir tertip gereğimiz mi sıra? Meylin ülken bol, meylin kişi bol. Azgantay osunday dumandı bir yaxşılık niyetinin tındaldar. Adamlardan aytkan sözün oğundar ahır. Varlığımız sulay birisinde kimin sözünü tındayımız biz endi? Bir tertip, intizam eden kerek koy adamga. Mine yoldaşlar, özü harimizin de yaşımız yetmesinden birliğe kelgen koy. Kerikuluktun başındağı bugün 11 minin 10 yıl bolgan bitirgen adamlardan jinalıp toy dumanda istep atanaların şahırıp otkan birinci körüğün. Atanalar, sizler de mine baldarınızdan osunday tülöktü ısırıp keyin meyle 11'de bitirgen baldar talapların oğun olsun. Endi bundan keyin aldarında kocalıktın bunisi var. Oku ornu var yekbastan ilgeri oku ornu. Ve solarına da түсüp götürüye tilekteslik bildiremin. Sonan keyin mene endi mına osu mektepte bitirip ketken 10 yıllık bolgan baldarga mene sender yekbastan hazırki vaqtda şuda yaxşı hizmette istep mene süйтіп жүрсүндер. Bunanda keyin buna uyadan ne görsem uçkanda sonu görürsün deydi koy. Bu jumus yekibastan barlığımızın da basımızda barımız. Bizler endi jumus tutukeninin barın tavsıp hükümetimizin bergen ardaktı pensiyasını alıp tiniş tutup yatırımız. Mine sender de osunda yaxşılık niyetke barlıklarında sağlık veren, amanlık veren jete veringler. Bizler buna atanalar hoşum etken adamız senderдің тілеулеріңді көріп, біздер саулық пенен аман есен отыра берейік. Барлық уақытта, барлықтарында үлкен кіші бақытты болыңдар. Рахмет Шарағат. Рахмет, үлкеннен үлкен тілегіңізге қосыламыз. Жастар жаңа Шәкең айтып өтті. Барлықтарыңызды есте сақтаңыздар. Тәртіп болсын осы ортада. Осы кеште барлығымыз сіз біз болып бір көңілді өткерейік. Енді орталыққа ауыл ақсақалы Келінжай ағамды, Сара әжемді, Гүлнараны орталыққа шақырамыз. Ассалаумағалейкум, ел ағасы, Теке ұстар ауылының дұрданасы, бастары асқар тауын секілденсе, шалғай көл көсір қой келін жағасы, бастаудың ағытылса ақтығыны, сылдырып көбік атар сөз ағыны, сіздерді кім ұмытар осындайда асыл тектес көненің бір сынығы, мінекей армандаған заман туып, жылынды ақ жүрегің жүрген суып, ауылдың мына жатқан аққұмында томпаңдап шөбереңді жүрші қуып деп келінжағыма сөздің кезегін береміз. Және Сары әжемізге арналған мейірімің жүрегіме бойлады, құмыр кеудем қасиетіңе тоймады, уақыт аз қолым демей жүр демей, әжем мені сәл кешіксем ойлайды. Әжем келсе бәйек болып жүгірем, жылу алып жанарынан жүзінен, шаршауды да аңсауды да ұмытып, мәз боламын сөйлеп бала тілімен. Және міне ата орнына ата болған анасы Гүлнараға. Анашым жадырасын қас-қабағын, ойлама жақсылықтан басқа жағын, сүйенер асқар тауым, сіз емес пе таймасын мәңгілікке бастан бағын. Mine bugün birinci marta bu yerden
11. klasты bitirетін ekibастан bizim 2 balamız var. Mine 2 bala bitireyim деп тұр. Mine 11. klastan енді оқуды bitirip, енді алдындағы тұрған вазифасын, өзінің міндетін тағы қайтадан іспенен ба, оқуменен ба жалғастыруға атсалысу керек. Мұның үшін балдар ең алдыменен ынтызам тәртіпті болу керек. Ойлану керек. Міне айырым балдар бар. Ойланбайтын. Келешегін соның түсінбейтін. Міне енді кішкентай емессіңдер. 11-де бітіргеннен кейін алдағы оқуды, я еңбекті, мұны бітіруге екібастан барлығын соған көңіл бөліп, соның ішінде жұмыс істеулерің керек, оқуларың керек. Міне бұрынғы бітіріп шыққандар 10-шы кластан бірге қосып істеп отыр екен. Міне бұл балдар екібастан өзінің тіршілігін, өзінің міндетін, өзінің оқуын бітіріп келіп, семьялы болып, барлығы өзінің тіршілігінде, өзінің жұмысында жүр. Міне барлығыңа да екібастан алдағы вазифа, алдағы міндет, міне осыны барлығын тәртіпті рәвіште, ынтызамды рәвіште, міне соны бежеріп баруларыңға мен тілектеспін. Міне екінші сөз бар. Мүсәфір болмай, мұсылман болмайды деген. Мүсәфір, ең алдыменен мүсәфір деген әңгіме біреулер айтады бейшара дейді. О бейшара емес. Бұл ақылды, білімді, еңбекті, міне сүйетін алдағы жұмысты бейжіретіғын адам мүсәфір дейді. Міне қалқына қарайтығын, міне қалқына екібастан еңбек қылатығын, бұл мүсәфір деп ерген адам мұсылман болады екен. Міне екінші Латып Қожаның бір сөзі бар. Перзент тәтті сүю үшін жасында, бәрі түгел ата-ананың қасында. Жақсы жаман 2 жол бар, ер жетсе, не жазғаны болады басында. Міне жазылғаны бар. Міне жазылғаннан ешкім артық болмайды. Міне сол жазылған, барлығыңа да жақсы жазылған, жақсы ойлаған бұл, сондай жазылған бола берсін. Міне сонымен бір қатарда, міне осы балдарды екібастан оқытып, білім беріп, міне 11-ші класты бітірейін деп отырғандар, бітіргендер, міне осы жерде Теріқұдықта оқып барлығы бітірген. Міне сол мұғалімдер осы жерде бар барлығы да. Міне мұғалімдерге де шын көңілінен рахмет айтамыз. Әр уақытта бақыт, денсаулық болсын, барлығыңа да жақсы ниет жол болсын деп сіздерге сендіремін. Сендерден екібастан алдағы жұмыстарыңа да, алдағы оқуларыңа да, оқуларыңа тілектеспін білдіремін. Құрметті ұстаздар, оқушылар, 11-ші тойлап атқан жолдастар, барлығыңызға да құтты болсын айтамын. Тілі, 1-ші класстан ұстаз болып келген апайына үлкен алғыс айтамын. Табыстарына табыс қосыла берсін. Аңсаған армандарына жете берсін. Мына ұстаздарға үлкен білім берген балдарына да ұстаздарға үлкен рахмет айтамын.
Дәніш, сенің де алға басқан өнерің алға қарай оза берсін. Дәнішке де сыйлығым бар, Тиллаға да сыйлығым бар. Сол үшін Тилла сені де ортаға шақырамын. Барлықтарыңызға да бақытты өмірдің ұзағын тілеймін. Günlere sabahlar rahmet, quvonishdan ko'z tigamiz to'lg'ana, musibadan qizil gulday irg'ala, 39'unda Tursunsen, Karimsen, neleresi tanlar edip, bunlara ulkan rahmet edip. Yerda tezekte bitirişi gösterebilirim. Kim bilir? Ana tilin öğretip, şiteligen ustazım, alda durgan maksatka, şiteligen ustazım, barlık bende öğretip, bilim bergen ustazım, şakirtim dep, hürmet dep, külüm degen ustazım. Ustaz degen mertebeli mamandık, oylamaydı ешкімге де жамандық, соңғы ұстазым өмірде бол көңілді, тілейміз біз ұзақ өмір амандық. Ustaz деген асылдана сөз болар, онда болар мейірім рахат көл болар, сұлу көркем сонда ғана жүзіңді, ақылды да дана сөзге мол болар демекші. Қазір біздерге 10 жыл өткен мектебіміз өмірінде берген, алғаш рет сабақ берген Сүлейменова Тилла апайды алғаш ұстазымызға ортаға шақырамыз. Және де соңғы рет бізге өзінің қызметін еткерген Досан Сабырағай мен Умирбекова Орын апайды ортаға шақырамыз. Қош келіпсіздер, құрметті ата-аналар, ұстаздар, және менің шәкірттерім. Міне бүгін бұдан 10 жыл бұрын тарыдай болып кіріп, енді 10 жылдан кейін таудай ұл қыз болып, мектеп қабырғасынан қанаттанып, ұшқалып отырған шәкірттерімнің алдағы өмірге басқан қадамдары әрдайым сәтті болсын, қуаныштар ұзақ болсын, таудай талапты болсын, әрдайым талаптанған ой мақсаттарына ешбір кедергісіз қиындықтарды жеңіп жете берсін. Жақсы азамат ұл қыз болып жетуіне тілектеспін. Құрметті қонақтар, енді осы мектептен 11 жыл 11-ші класты осы біздердің балдарымыз бітіріп жатыр. Осы балдарға ұзақ өмір, зор денсаулық, алдарындағы мақсатқа жете берсін. Бәріңізге де осы болып жатқан той құтты болсын. Жақсы өткізіп, осыны 11-ші бітіруші класты жақсылап шығарып салайын. Құрметті ата-аналар, оқушылар, бүгінгі соңғы қоңырау салтанатты кешінің жастары, мынау мектебімізді бітіргелі отырған жастарға тілейтініміз
өмірде қаққан қанаттарың талмасын. Әрқашан өздерінің аңсаған армандарына жетсін. Келешекте бір үлкен азамат болып, жоғарғы оқу орындарына түсіп, келешекте бір жақсы бір маман иесі болып жетісуіне тілектеспін. Және де мынау бүгінгі 10 жылдық кездесуінде отырған жастарға да әрқашан өмірде бақытты болсын, дендері сау болсын. Бұдан кейінгі кездесулерінде де отырып, осындай дастархан үстінде кездесе берейік. Біздерді мектепке алғаш А әрпіне үйреп бастап үйреткен алғашқы ұстазымызға сыйлығымыз бар. Музыка. Біздерді осы 11-ші класста мектеп қабырғасынан аттатып шығарып отырған Сабыр ағайға сыйлаймыз. Және біздерді 11-ші сыныптардың оқытқан соңғы ұстазымыз Орынгүл апайға. Рахмет, үлкен рахмет сендерге. Талаптарыңа нұр жаусын, қадамдарың құтты болсын. Енді кезек мына 10 жылда келіп отқан 71 жылғы жастарға. Келдер Төлебек Гүлжахан Оталқан. сыныпты бітіріп, үлкен өмірге қадам басып отырған жас түлектер. Міне бүгін біз бүгінгі 11-ші сыныпты аяқтап, үлкен өмірге қадам басып отырған жас түлектер сияқты осыдан 10 жыл алдын осы мектеп табалдырығынан қоштасып кеткен едік. Міне бүгін біз осы мектепке қайта оралып отырмыз. Міне мектеп деген кезде бұл әрбір адамның мектеп деген сөз әрбір адамның жүрегіне ыстық сезім береді. Себебі әрбір адам аға видеоға жақсылап түсемді. Білім алып, сауатын ашып, үлкен адам болып шығады осы мектептен. Сондықтан да құрметті ұстаздар, сіздерге тілегіміз, міне сіздер шәкірттерді тәрбиелеп ұшырып отырсыздар. Осы шәкірт тәрбиелеу жұмысында ешқашан қажымаңыздар. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Әрқашан осы шәкірттеріңіздің құрметіне бөленіп жүре беріңіздер. Ал ата-аналар, сіздерге тілегіміз, міне адамның өмірінің жалғасы бұл бала. Сондықтан да міне бүгін сіздердің балдарыңыз 11-ші сыныпты аяқтап, үлкен өмірге аттанып отыр екен. Келешекте осы балдарыңыз өмірде өз орнын таба алатын, белгілі бір маман иесі болып жетілетін, сіздердің үміттеріңізді ақтайтын жас түлектер болып, азаматтар болып жетілуіне тілектестік білдіреміз. Ал жас түлектер, міне сендердің мектептерімен қоштасқан өтіргесіңдер, міне алдағы күндердің қиыншылықтарына өтпей өтулеріне тілектестік білдіреміз. Өмір жастары ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Бізді бірінші сыныпта осы мектеп сауалын аттаған кезімізде бірінші сыныпқа өзінің жылы жүзіменен қолымызға алғаш әліппе ұстап, қолымызға қалам ұстатып, бізді қабылдап алған Әлайдар ағайға айтатын алғысымыз шексіз. Міне мен өзім бүгінгі күнде ұстаздық мамандығын иелеп, осы ұстаздық жұмыстың қаншалық қиыншылығын көріп отырмын. Іс тәжірибемнен көріп отырмын. Сондықтан да Әлайдар ағайға айтар тілегіміз шексіз. Әлайдар ағай, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Әрқашан шәкірттеріңіздің құрметіне бөленіп жүре беріңіз. Ағайға сыйлығымызға соны тапсырамыз. Қуанам мектепке алғаш қадам басқаныма, қуанам әліппе бетін ашқаныма.
Ömürden unutulmaz askarına, ömürden unutulmaz askarına ömür boyu karızlarının men alkışlayım. Ustazıma da yine gelin. İyi ki alğaç ustaz Tilla Bayga, Eleydere Bayga, ülkenin rahmet edem. Gençlerin sağ olsun, şaşlarda öyadan diyaga dergiye gelmedi. Енді кезекті ансамбльге береміз, bu атаға бітіруші кластар шығады. Жас көңілі ойнамай, басылмайды, жұпар иісі көктем келмейді, аңғымайды. Ата-ана балдармен қосып ойнаңыздар, жер жақсы, су сөгілген шаңғымайды.
Енді құрметті жолдастар, осы мектебіміздің үлкені, мектебіміздің басшысы, мектебіміздің зам директоры ортаға орынбай шақырамыз. Жүре түгін жақсы жерден игі мақсат арманға жетелеген, құшағында жастарды мәпелеген, мектепте 8 болмай келгенімен қайтып кетеді үйіне төтеменен. Құрметті ұстаздар, оқушылар, шәкірттерім, мына отырған ата-аналар, мінекей үлкен бір қуаныштың куәсі болып отырмыз. Бұл қуаныш әрине осы отырған мына жастарымыздың, әсіресе биылғы бітіруші класс 71-дің намына 10-шы классымыз, 11-ші классымыз бенен бітіріп кеткеніне 10 жылдық болған мына жаңағы шәкірттеріміздің үлкен қуанышы болып отырмыз. Әрине, әр нәрсе өзінің несіне қарап, өтмішке қарап бір адам таңғалады екен. Тура біздер, мен өзім 69-шы жылы мектепке, еңбекке қадам бастым. Бірінші рет біздер осы Бердақ мектебінде 3 қыз болып оқытушы болдық. Бірінші Қарашаш, анау Әбдіраманова деген, екінші Бердиева Жаңыл деген апай бар еді, үшінші мен. Біздер мынау 69-шы жылдан бері осы мына Бердақ мектебінде еңбек етіп, қазір қарап отырсам, өзім сондай өзімді бір түрлі қуанышқа сезіп, сондай неғылып отырыппын. Себебі менің осы мектепке еңбек етіп келгеніме қазір 30 жыл болып қалыпты уақыт. Енді бір 2 жылда пенсияға шығайын деп отырмын. Соған қарап сондай қуанышты боламыз. Әрине, сол кездерде біздер мына класты, міне қараңыздар, бір жерде мына біздің 10-шы классымыз бітіріп отырыпты, 10-шы класс. Біздер сол кездерде қандай оқыдық? Мен өзім мысалы, өзі Терқұдықта да оқыдым, Қызылқұдықта да оқыдым, Аяқұдықта да оқыдым. Сөйтіп жүріп 10 жылдықты бітіріп, сосын өзімнің арманыма, себебі оқытушылық деген арманыма ие болып, мінекей соған қуанып отырыппын. Сондықтан да кей кезде ойлап отырсам, адам тарих, бұл біздің тарихқа жазылып қалған. Мен шынында да ең қазақ қыздарының ішінде бірінші болып педагог, оқытушы болып 30 жыл мінекей еңбек етіп отырыппын. Соныма кей кезде отырып өзім қуанамын. Сіздерге мінекей мына балдарыма қандай қуанышты, осы балдарға деген мінекей менің игі тілектерім,
әсіресе мына биылғы бітіруші классқа мына 10 жыл оқуды бітіріп, енді келіп біздің осы шәкірттеріміз біздерді еске алып келіп отырған мына бітіруші 10 жыл бітіріп кеткен мына биылғы 71-дің балдарына мен үлкен рахмет айтамын. Және сонымен бірге мына бітіріп кетейін деп отқан алтын ұяңыдан ұшайынып отырған 10-ші класс оқушыларына, 11-ші класс оқушыларына да үлкен өзімнің бір қуанышты игі тілегімді білдіремін. Қараттан талмасын, аңсаған армандарына жетсін, дегендеріне жетіп, ата-анасына қызмет етсін. Мінекей, өзімізде қызмет етіп, осындай бір жақсы ел сүйетін азаматтардың бірі болсын деп шын жүректен тілектестікті білдіремін. Ал енді мына 10 жылдықта бітіріп, біздерге келіп, қызмет қылып отырған мына бітіріп кеткенде 10 жыл болған мына шәкірттеріме де, мінекей, осы шәкірттеріме мен де білім беріп, осы шәкірттеріме мен де жаңағы өзімнің жақсы тәрбиелік жұмыстарымды және тәрбиелік істерімде осыған қызмет еттім. Міне осыны елеп келіп отырған бұл балдарға да рахмет айтып, және де осы балдардың барлығы да семьялы болған, семьясында бақытты болсын, ел тыныш болсын, үлкен азаматтары бірі болып, жетілуі үшін жүректен тілектестік білдіремін. Яша, рахмет Орынбай. Апай өте жақсы сөйледі. Апайдың мен сөздеріне қосыламын. Менің де ұстазым, біздерде де оқытып еді. Осы Орынбай апайды жаңа сөйлеген кезде менің бір Әбіласан деген достым есіме түсті. Орынбай апайдың ашуы қатты еді. 3 пустелеген командор бір досым басын жарған. Қазір қартайын деп отыр, ашуы да қартайып апайды. Рахмет апай, деніңіз сау болсын, жастарыңыз бақытты болсын. Рахмет сізге. Енді сөз жүргізе береміз. Енді және 10-ші класстағы бітірушілерге және 71-ші жылғы балдар. Сендер де дайындалыңдар. Қазанда сыйлықтар бар, мұғалімдерге тапсырадым. Қазір мына Қайыргүлді шақырамыз. Қайыргүл өзі менен бірге бұлда жүргізуші, бір-екі ағайларды шақырады. Қайыргүл апайға әрдайым ортасында шашып нұрлы, жақсының жүрген жері жасыл гүл ғой. Қос тойды өткеруді мойнын алып, үйінде тәуекел қалмай тасып жүр ғой деп мінекей басшы болып жүрген Қайыргүл апайға беремін сөздің кезегін. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар және мына үні сіңлілер. Бүгінгі жиналып отырған себебіміз мына 11 жыл оқытқан оқушыларымыздың соңғы рет мектеппенен қоштасқалы тұр екен. Сол үлкен тойға және бір тойымыз қосылып отырыпты. 10 жыл бойы осы мектепте білім алып, қайтып өзінің ұстаздарына деген сыйлықтарыменен, өздерінің құттықтау тілектеріменен келген екі тойымыз қабат болып отыр. Мен бұларға тілегім, дендері сау болсын, өмірлері ұзақ болсын. Тілеген алдындағы армандарына жете берсін. 11-ші класс оқушыларына сапарларың сәтті болсын. Алдағы аңсаған армандарыңа еш кедергісіз жете беріңдер. Мына ата-ананың адал перзенті болыңдар. Және мектептің директоры Нәміртай ағай мені зауыштың ортаға шақырамыз. Мына бітірушілердің 11 жыл бойы мектепте білім алып, өздерінің естеліктерін тапсыруға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Бәріміз бірге істейміз, бір мектепте. Бүгінде шығып жүр ғой атың көкке. Той дегенде өкпе болмасын деп сөз кезегін береміз Әлібекке. Әне, құрметті ата-аналар, оқушылар, 10 жылдығын тойлап атқан ұзағылықтан келген меймандар. Сіздерге тілегім 11-ші сыныпты бітіріп, тәуелсіз өмірге қадам басып жатыр екенсіздер. Құрметті оқушылар, сіздерге мына аттестацияны жақсы тапсырып, оқуларға түсуіңізге және өмірде бақытты болуларыңызға, денсаулықтарың мықты болуларыңа, ауызбіршілікті болуларыңа, 71-ші жылғы оқушыларға ұқсап, сіздерді 10 жылдықта осындай біргелікте тойлап, бірге болуларыңызға тілектеспін. Ал енді мына оқуға барасыздар, жақсылап оқыңыздар, дайындалыңыздар, қанаттарыңыз қалмасын, өздеріңіздің жаңағы ойлаған армандарыңызға жете беріңіздер.
Mine bugün ülken Terikudukta ülken toy. Osындай arkaşan жақсы дастарханның üstünde кездесе берейік. Барлықтарыңыздың да денсаулықтары мықты болсын, ауызбіршілікті болайық. Мейлі, мына 11-ші кластың атынан Әлбек ағай менен Нәміртай ағайға азғантай сыйлықтар бар екен. Соны тапсыр, кейіз мектептің естелігін алады. Тапсырыңдар. Кетіп қалған, мен мынау 71 жылғы балдардың тілегі бар да сізге. Кел, Мәди, Райхан. Отырайын. Жыл бұрын нұрға толы жанымыз, арман болып кеткен едік бәріміз. 10 күндей боп 10 жыл өтті кездестік, 10 күндей боп 10 жыл өтті кездестік, бас қосуға келіп едік бәріміз. Құрметті класстас достарым, қымбат, қадірлі ұстаздарым, ата-аналар. Міне бүгін салтанатты жиынға келіп отыр екенбіз. Сол сәттен пайдаланып, сіздерге ұзақ өмір, зор денсаулық, семьяларыңызға бақыт, жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Және бітіруші жастар, қарлығаштар, қанаттарың қайрылмасын, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Нәміртай ағаға арналған аз ғана сыйлығымыз бар еді, соны тапсыруға рұқсат етсеңіздер. Рұқсат. Қожағалық көзім. Сурет елеміз бұл орталықтан. Үсен аға, қалайсыз? Жүрейін көреді. Үсен аға бар екен. Енді осыны жағы әлді бағалайтын, жақсы айтқанды бағалайтын бір ортадан сыйлық жөрі есебінде. Енді ата-аналарға да, оқытушыларға да, еш жағына кетпейтін бір кісі келсін ортаға. Үсен аға келіңіз ортаға. Ал әнге дайындалыңыздар, кәне кім шығады бірінші? Әнге. Ата-аналар ма, ұстаздар ма, қайсыларын шығасыздар бірінші? Ата-аналар жаны бар ма? Тәке, кел тауып аяғым міне. Бір күбілік бұзын олар, келе берім. Оқушыларды, 11-ші класты. Өшет түсірген бетін. Домбыра керек не oldu havaya? Домбыra olmaydı o. Şahit aytmadı mı? Birisi ata-onalar kalanını tavuk yanına birimiz. Tamam bize gel.
Gelin bilen.
Sizda естіп тұрсыздар. Дегенмен әнжік барлығында да жақсы айтылып атты. Өздеріңізді байқап отырсыздар. Бірақ кейбір жерде музыканың қосылуында, өлеңнің акцентінде, және мынау адамға тартымды жағынан мен енді өзімше әзір бір орын бар екен. Бірінші жаңағы Бекқарай Таубайдың Алтайдың ар жағындағы келген қарындас ару дегенге береміз, және мынау Гүлжахан Қошқарбекова да жақсы орындады. Екеуі тең деп бағаласаға болады. Осы екі жас келсе, біз осы адамға приз берсек. Мен мына призді, мына Таубай ағама ұсынамын. Әне құрметті қалайық, құрметті ұстаздар, құрметті ағайындар, міне көрдіңіздер ғой. Енді бұл бастамасы. Және сондай программа. Құрметті жолдастар, ендігі ән домбыраменен айтылатын 4 әнге приз шығарамыз. 4 жақтан келетін тек домбырамен айтылады. Оған тұратыңыз әлі, орын бар, ашқан. Енді жолдастар былай, көпшілік бар. Бұл жерде не болады, өкпе қаққа болмасын. Міне мектепте үлкендеріміз бар, Алдымен ағам, Камал ағамдар, Серік ағамдар отыр. Бірақ мына 70-ші жылғы балдар кезекті бермей жатыр. Біздер өзіміз әр ақын атаман береміз деп отыр да, сол үшін өкпелемеңіздер, кезекті күтіп отырыңыздар. Енді кезекті мына орталықтағы мына 11-ші класстың ата-анасы, ауылда үлкен әжеміз, Жағыл әжемді, алыс жолдан келген Асқар Марияны, Мұхтар аға күмістерді орталыққа шақырамыз. Келіңіздер сіздер. Құрметті ата-аналар, тура ғой, бәрі де мына істеп атқан істеріңіздің бәрі қуаныштың келіп шыққан, көңілдің көтеріңкілігінен келіп шыққан сияқты болып жатыр ғой. Бірақ мен кеше көптеген ата-аналар жинап, құрметті ата-аналар, мектеп алаңына шампан арақ келмесін деген едім. Қалай қылайын енді, мына қараңыздар. Ертең осы фильмдеріңізді, осы видеоларыңызды әркім көрмейді ма? Қызығып пәле нәрсе, сонда педагог па, яки болмаса мұғалім ба, яки жоғарғы ағарту орнынан ба, бір кісілер келіп көрсе, біздерге не демек? Мен осыларға түсінбей қалдым ғой. Ішетін ата-аналар болса жасырып ана жерге барып бергендеріңіз демейледі. Мұны да жаңа видео түсіріп алып, магнитофон жазып алып отыр ма, бұның да оңдағандық болды менің. Қалай, енді осы нәрсе маған тіпті ұнамай жатыр. Рахмет, кешірім өтінеміз. Асқарға келіңіз, Асқар Мария, орталыққа. Құрметті ата-аналар, жаңағы жас мына бөбектерім, балдарым, жаңа тарыдай болып, кіріп таудай болып түсіп шыққан балапандарым, осы тойларың, талаптарым, осы тойларың құтты болсын айналайын. Бақытты болыңдар. Қанаттарың қайрылмай, ертеңгі күні әйтеуір армандарыңа жетіп, оқығаның оқып, оқымағаның басқа әйтеуір осы мына балдардай адам болыңдар айналайын. Біздің осы Керқұдықтағы өмірімізде болып отырған бір той. Той екен. Менің тілегім, балдарым, немерелерім, бар қара көздерім айналайын. Осы оқып, келешектегі жақсы адам болуларыңа тілектеспін. Тойларың құтты болсын. Ал енді мына сөзді бала бастады. Құрметті ата-аналар, бітіруші балалар, сіздерге ұзақ өмір, мынау зор денсаулық, осы ұшырған алтын мектептерінің өмірі естерінен шығармаларға, ұстаздарыңды әрқашанда құрметтеп жүрулеріңе тілектеспін. Осы Ердан атындағы мектептерінде мен де соның бір тілегімін. Әрқашан ниеттеріңе, армандарға жете беріңдер. Барлықтарында бақытты болыңдар. Ойнап күлкілеріне күлкі айырмасын.
өмірлен өз орындарын табуларға тілектеспіз. Hürmetli jас түлектер, сіздердің соңғы қоңырау салтанатын өткізіп, қияға қарай, қияға жағалай өрлегендеріңізге міне бүгін 10 жыл болған екен. 10 жыл айтуға жеңіл болғанмен, аз уақыт емес, белгілі бір сана. Сол сананың үлкен мәнге ие екенін ойлап, оны мереке етіп өткізу үшін талап қылып, ұйымдасқан талаптарыңыздан суағына бөліне беріңіздер. Және де мерекелеріңіз құтты болсын деп тілек білдіруге, мен мәселемді білдіруге Және 10 жыл бітіріп кеткен жігіттер ұстаздарға, мектебіне, класына келіп, бас қосып үлкен мерекелік той болып отыр. Осы тойларыңыз құтты болсын. Мектеп бітіруші балдарымызға, міне келешекте сіздер де үлкен азамат болып, әрқайсыңыз бір үлкен маман иесі болуларыңызға, мектепте отырған, оқытқан ұстаздарды, аға ата-аналарыңызды қадірлей біліңіздер. Әрқашан жақсы болыңыздар, аман болыңыздар, келешекте белгілі бір маман болыңыздар. Мынау отырған 10 жыл іргесін бітірген жастарға семьяларында береке табу тілеймін, келешектерінде жұмыстарына тілеймін. Әрқашан бақытты болыңыздар. Барлығыңызда қош көңілмен осындай мектепті елек 10 жылдық, 20 жылдық мерекелеріңізді атап өтулеріңіздер. Міне ұстаздар сіздерге үлкен рахмет. Осындай жастарды тәрбиелегенсіздер. Келешекте тәрбиелей беріңіздер. Сіздерге ұзақ өмір жұмыстарында табыс тілеймін. Тойларыңыз барлығыңызда құтты болсын демекпін. Жакет!
Thank you.